Сәлем достар, бүгін біз 84-ші беттегі 7-ші есептің асымен әсін істейміз. Видеоның басында тіркеліп қойыңыздар. Және лайк басып, бізді қойыңыз. Шарттық есеп. Мына жақта бірінші шарттың оқып аламыз. Бір жолдың ұзындығы 36 метр. Сонда біз бірінші жол 36 метр деп жазамыз. Екінші жол одан 6 есе кем. Бірақ ол жанама есеп емес. Жай біз екінші жол белгісіз 6 есе кем деп жазамыз. Және мына жақта тағы да екі жолдың ұзындығы қанша. Сонда біз барлығын табу керекпіз. Бірінші 36-ны 6-ға бөлгенде 6, 6-ға 36-ны қосқанда 42. Сонда екі жолдың ұзындығы 42 метр. Әсі, автобуста 8 бала келе жатыр. Біз мына жақта бала сызықша 8 деп жазамыз. Ал мына жақта бұл ересектерге қарағанда 5 есе кем деп тұр. Бұл дегенді біз мына жаққа бұл 5 есе кем, ал ересекті белгісіз деп санаймыз. Және мына жақта автобуста барлығы қанша жолаушы деп тұр. Сонда біз барлығын табу керекпіз. Бірінші 8-ді 5-ке көбейтеміз 40, 40-қа 8-ді қосқанда 48. Сонда автобуста барлығы 48 жолаушы бар. Тіркеліп қойыңыздар.